Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын гүл тәріздес нанның рецебін ұсынбақпын. Арнама қош келдіңіздер. Бұл нанның рецебін жылы сүтпен немесе сумен жасай берсеңіздер болады. Бірден шығатын рецептің бірі. Ыдысымызға жылы су немесе сүтті қосып, үстіне ашытқыны саламыз. Оның үстіне бір ас қасық қант қосамыз, бір шай қасық тұз қосамыз. 2-3 ас қасық зәйтүн майын немесе өсімдік майын қоссаңыздар болады. Енді мен бұл нанды қолмен емес, осындай миксердің көмегімен араластыратын боламын. Қолмен де елесеңіздер болады, онда өте жұмсақ қылдырып елеу керек. Сонда нанымыз жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде 500 граммнан жоғары жаңағы ұнды қосамыз. Қалауларыңызша, бірақ көп ұн қосып қоймаңыздар, себебі нанымыз қаттырақ болып кетеді. Енді нанымызды елеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге 2 есе көтерілгенге қойып қоямыз. Нанды қанша көлемде елегенімді мен описанияда міндетті түрде қалдыратын боламын. Міне нанымыз ашыды. Енді қамырымызды осылай орап алып, менде 120-130 граммнан бөліп алдым. Ромашка тәрізді, гүл тәрізді нан жасайтын боламыз. Осылай өлшеп аламыз, өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай. Қамырымызды осылай бөліп алдық. Енді қолымызбен домалақ көлемді келтіреміз. Пергамент қағазын төсеп, формамызды дайындап алдық алдын ала. Енді нанымыздың формасын дайындап, пергамент қағазын үстіне төсеп шығамыз. Міне жасап алған дөңгелекшелерімізді осылай қатты жақындатпай, 2 есе өседі ол. Осылай барлық нанымызды дөңгелектеп жасап шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Дайындап алған нанымызды бетін жауып, дұрыстап жауып қойған дұрыс, өйткені нанымыз қатып қалмау үшін. Осылай дұрыстап жабамыз да жылы жерге көтеруге қойып қоямыз. Міне 2 есе көтерілді. Жұмыртқаны жарып, жағып шығамыз. Мен әр дөңгелек нанымызға, яғни гүл тәріздес болғандықтан, әр нанға әр келкі біреуіне шекілдеуік, яғни шемішке дейді ғой, сондай салып шығам әр жерден. Одан кейін екінші жағына кунжут салам. Енді өздеріңіздің қалауларынша макпен де араластырып жасасаңыздар болады.
Шемішке мен кунжутты сеуіп болғаннан кейін ортасына мен осылай макты сеуіп шығамын. Басқа да дәнімізді салсаңыздар болады. 180 градуста осылай сарғайтып қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде нанымыз піскеннен кейін оны таза орамалға жылы күйінде орап қою керек. Сонда нанымыз жұп-жұмсақ керемет болып шығады. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.